Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біздер көп мүшеліктер туралы айтатын боламыз. Көп мүшеліктерді айтпас бұрын бір мүшеліктерге мысал келтірейік. Бір мүшелік дегеніміз мысалы 7x көбейтілген z көбейтілген 45y деген ол бір мүше. Яғни арасында көбейту немесе бөлу болатын болса, ол бір мүшелік болады. Егер араларында көбейту немесе бөлу емес, ал қосу болатын болса, қосу немесе алу амал болатын болса, онда ол көп мүшелік болады. Яғни 7x қосылған z қосылған 45y деген ол көп мүшелік. Бұл жерде 7x, z, 45y дегендерді бір мүшелік ретінде алады. Яғни бір мүшеліктердің қосындысы немесе алымы ол көп мүшеліктерді береді. Қандай есептер келуі мүмкін? Мысалы, x, y, z-тің мәндерін беріп қойып, бізге өрнектің мәнін тап деген есеп беруі мүмкін. Мысалы, осы жерден x-ті 4 деп алайық, және z-ті 2, y-ті 1 деп алайық. Егер орындарына қоятын болсақ, 7 көбейтілген 4 қосылған 2 қосылған 45 көбейтілген 1. Осыдан 28 қосылған 2 қосылған 45. Осыдан 75 шығады. Яғни осындай есептер беруі мүмкін. Және көп мүшеліктердің дәрежесі деген ұғым бар. Көп мүшеліктің дәрежесін табуына мысал келтірейік. Мысалы, 3x квадрат қосылған 2x қосылған 5z куб деген өрнек берілсін. Осы көп мүшеліктің дәрежесін табайық. Бұл жерде 3x квадрат дегеніміз ол жалпы x квадрат деген ол x пен x-тің көбейтіндісі. Ал z куб деген ол z-ті 3 рет көбейткен. Мысалы, z көбейтілген z көбейтілген z. z куб деп жазуға болады осы ыңғайлы. Сол дәреже. Осы өрнекті ары қарай дәрежесін табайық осы көп мүшеліктің. Ең алдымен дәрежелерін жазамыз астына. 3x квадраттың дәрежесі 2, 2x-тің дәрежесі 1, ал 5z кубтың дәрежесі 3. Және сон дәрежелерінің арасынан ең үлкенін таңдап аламыз. Бұл жерде 3. Яғни бұл көп мүшеліктің дәрежесі 3 болады. Тағы бір мысал келтірейік. 7x-тің 4 дәрежесі қосылған 3z-тің квадраты қосылған 5y-тің квадраты. Осыдан осы көп мүшеліктің дәрежесі 4. Себебі 4 дәрежелердің арасынан ең үлкені. Енді көп мүшеліктерді ықшамдап, олардың бірдей ұқсастарын біріктіру туралы өтейік. Мысалы, 3x квадрат y куб қосылған 4z азайтылған 2x квадрат y куб қосылған 7z азайтылған 10 деген көп мүшелік берілсін. Осыдан 3x квадрат y кубке ұқсайтын бір мүшелік ол минус 2x квадрат y куб. Яғни екі бір-біріне ұқсас. Астарын сызамыз. 4z-ке 7z ұқсас. Олардың да астарын сызамыз. Ал минус 10-ға ұқсайтын бір мүшелік жоқ. Осыдан бір-біріне ұқсас мүшеліктерді бір-біріне біріктіреміз. 3x квадрат y кубтан 2x квадрат y кубты алатын болсақ, онда x квадрат y куб шығады. Яғни 1x квадрат y куб қосылған 4z-ке 7z қосатын болсақ, 11z азайтылған 10. Яғни осы көп мүшелігімізді біз ықшамдап осындай өрнекке келтірдік. Осындай тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, 4x квадрат y куб көбейтілген z қосылған 7x квадрат y куб азайтылған 2x квадрат y куб z қосылған x квадрат y куб деген көп мүшелік берілсін. Егер осы көп мүшелікті ықшамдайтын болсақ, 4x квадрат y куб көбейтілген z-ке ұқсас мүше ол тек біреу. Бұл жерде 7x квадрат y куб немесе x квадрат y куб деген ұқсас болмайды. Себебі олардың қастарында көбейтілген z деген жоқ. Осыдан 4x квадрат y куб көбейтілген z-ке 2x квадрат y куб көбейтілген z ұқсас. Астарын сызамыз. Ал 7x квадрат y кубке x квадрат y куб ұқсас.
Оларын да астарын сызамыз. Осыдан 4x квадрат y куб көбейтілген z-тен 2x квадрат y куб z-ті алғанда, онда 2x квадрат y куб z шығады. Жазамыз, қосылған 7x квадрат y кубке x квадрат y кубты қосатын болсақ, 8x квадрат y куб шығады. Яғни біздің өрнегіміз осындай ықшамдалған түрге келтірілді. Тағы бір мысал келтірейік. Бұл мысалды өзіңіз шарп көріңіз. 2x квадрат қосылған 3x қосылған 4x квадрат қосылған 7x деген көп мүшелік берілсін. Осыны сіздер өздеріңіз жазып, ықшамдап көріңіздер. Яғни бірдейлерін біріктіріп, ұқсастарын бірге қосып, алып деген секілді. Видеоны тоқтата тұрып, шарп көріңіздер. Және менің жауабымен бірге салыстырып көріңіздер. Сіздерде мынандай жауап шығу керек. 2x квадрат пен 4x квадратты қосқанда 6x квадрат қосылған. 3x пен 7x қосқанда 10x. Және 6x квадрат қосылған 10x деген ықшамдалған өрнек шығады. Сіздерде осындай жауапқа жетті деп ойлаймын. Енді тағы бір мысал. Мысалы x-іміз біздің 2-ке тең болсын. Және осы өрнектегі x-ке сол мәнді қойып шарп көріңіздер. Яғни 6x квадрат қосылған 10x-те x 2-ке тең болсын. Видеоны тоқтата тұрып, өзіңіз шарп көріңіз. Сізде мынандай шығу керек. 6 көбейтілген x квадратымыз ол 2-нің квадраты көбейтілген, яғни 4 қосылған 10-ды 2-ке көбейткенде 20, яғни 24 қосылған 20, 44. Осыдан сабағымыз аяқталды. Егер түсінбеген болсаңыздар, видеоны қайталап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Видеоны көріп болған соң видеоның астындағы есептерді шығарып өздерінің нәтижелерін тексеріңіздер. Intense Maths онлайн курс сіздермен бірге математиканы бірге үйренейік.